Барлықтарына салам достар, сіздермен мен Духа. Достар, тақырыптан көріп тұрғандарындай бүгінгі видеода біз Перекуп жолының алғашқы сериясын түсіретін боламыз. Неге көп серия бастап кеттің деген сұрақтарға келесі видеоларда жауап береміз. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. BMW E46-ны 1 миллион 50 мыңға сатып алғалы жатырмын. Осындай цена нормальный деп ойлаймын. Және де номерный знакпен бірге алдым. Енді бұны примерно ең басында Перекуппен сатуға, нагло бірінші бағасын қою керек қой бізге. Енді Плуди сияқты және Емізбек дегендер сияқты қатты Перекуп жасай алмаймын. Сондықтан нормальный сразу багажин қараймыз. Сондықтан достар, енді Перекуп жасай алмайсың, окупқа кірген жоқсың ғой деген әңгіме болмаса. Ақтарыңда тұрғаныма уже 5 минут болды, ал мына жақта 1 миллион 150 мыңға сатып алғалы жатты. Енді адам аз болды, осы жақта енді обновление болғасын ба, сразу адамдар азайды, одан кейін болып келе жатты да, сол кезде 1 миллион 150 мыңға сразу бір адам алып кетті. ППС геликті стоковыйын алғалы жатырмын, торговать етіп жатырмыз, 1 миллион 850-ге алайын дедім, сұрап жатырмын, қазір жауабын күтейік. Так, Котик Борзов дейді, Борзовтағы, бала екен, и сосын Avengers Revenge деген жақта, мен замын, осы жақта ақша тауып жүрмін, нормально, и сосын либо 1 миллион 780 мың дейді, и сразу ала салдым. Енді бұндай стоковыйын, хотя бы дегенде 2-де 5-ке аласың ғой, бұндай стоковыйды. Бұл серверде енді череповец болғасын, енді стоковый қымбаттау тұрама бір нәрсе. Өшім экономика енді дамып келе жатыр. Мұнан стоковый түрін маған ұнамады. Мынау полный қазір барлығын ауыстырып тастайтын боламыз. Спойлерді алып тастадым. Сосын мынадай накладки деген қойғалы жатырмын. Мына жерге сәл хотя бы әдемілік болсыншы дедім. Тағы не істейміз? Тағы не қосамыз? Выхлоп тұра берсін. По идее тұра берсін, е? Так, капотты мына жер бір түрлі болып тұр, так что бұны алып тастайтын боламыз. Нормальный гелик шығарып жіберейікші. ППС геликқа ұқсамайтындай қапсы. Так, қараймыз, бампер передний бәрі нормально. Мұны что-то мынау бір түр болып тұр ма? Жоқ, нормально. Алдыға қарайық. Міне осыны қойсақшы, анау жаман екен. Өшін достар, мен вкусым бір түрлі ма білмеймін, нормально бірақ. Пороги дей ма? Пороги дегенді ауыстырдым. Пороги деген бірақ тұра берсе жарайды, бірақ нормально. Енді мына жақта, неме болар? Мына жерде қалай айтсам болады, изностар ғой, бүкіл изностар. И сосын не істейміз, тағы не бар? Ары қарай цветін ба ауыстырып, бәрін нормально қылып, буринға барып, бірінші спорт қоямыз, одан кейін цветін ауыстырып, буринға барып сатып көру керек. Қалтамда 700 бар, ол спортқа жете ма, жетпей ма, оны бір алла біледі. Так что мына жақтақылардың бәрін бітіріп тастайын. Тормоза, спорт, турбонадлув па, сондай соны қоямыз, одан кейін двигательді қосамыз. 120 мың екен бір деталі, сосын нагнетатель ма, білінесе, соны алдық. И наяқта дополнительный функция дегенге бізге ақша жетпей алды, яғни антирадar қоям ба деп ойлағам, бірақ оған біздің ақшамыз жеткен жоқ. Енді бұның цветін ауыстыру керек, ППС деген винилін алып жасақ, бұл бәрі нормально. Осылай цветін ауыстырып қойдым, ол кез видеоға түспей қалыпты. Мона деген біреу, рульді сұрады. Қаны бердік рульді. Міне жүр, ол, айтайын, бұл көлікті, мен нагло баға қоя салдым. Келдім авторинға, сразу нагло баға қойдым, и біреу келді, куплю дейді ғой, 3 миллионға куплю дейді ғой, има дедім, 1,5 миллионды плюсқа керем ғой, так что, давай енді алса екен деп тілек. Так, если его он 3 тут спа деп айтайық, алдап па, бір нәрсе қып сату керек бұл көлікті. Спорт, 150 стоит, бір деталь дедім, бір деталь 120 мың. Сондықтан солай айтып атырмын. Алдап болсын бір нәрсе қып бұл көлікті 3 миллионға сатып жүру керек қой, плюсқа кірсек те. Go trick час дедім да, мына жерде қазір ауын неме дейді, ауын бір нәрсе дейді, ауын бопа дейді. Да дедім. Так, 3 миллионға, 3 миллионға жібереміз, лақтырды. Енді тезірек алса екен. Так, одан кейін не дейді бұл? За сколько можно продать? Так, рыногын жаз жіберейік, 3 миллион 500 мың, 4 миллион деп өтікті ұрып атырым ғой. Точно деген кездерінде сразу жібер қой керек қой. Мне просто неме деп жазамыз қазір. Мне просто прямо сейчас деньги нужны, ақша дәл қазір маған керек.
Сондықтан бұны арзанға сәл лоу фастын ценаға сатып жатырмын деп айттым. Так, sell my car деп 3 миллионға жібереміз. Енді бұл кісінің әңгімесі көп екен де, тезірек алса екен. У меня балл 6,5. В общем, 6 миллион 500 мың бар дейді. 3 миллионға алса тезірек. Басым ауырып кетті ғой мынадан сөйлей беріп. Ты можешь его продать? В общем, 4 миллионға сатуға болады деп айтайық. А все, продать. И сюда, достар, біз нормальный плюсқа кіріп кеттік. Осында Nissan Skyline тұр екен, спорт прошивка және де нитро бар екен. Бірақ бұның бағасы сәл қымбатталма бір нәрсе екен. Видеоның ең жаман жеріне де келіп жеттік. Осы Camry'ді 1 миллионға алғалы жатырмын, стоковый тұр екен. В общем, мынаған қазір спорт қойғалы жатырмын. Мына жақта спорт тұр екен, тормоз. И достар, мына жақта жартылай спорт қойылып тұр екен, двигатель. Двигательде жоқ екен. Енді бұл жақсы жерлердің бірі. В общем, осылай спорт қоя берейік. Қазір жеріне и все. Спорт қойылды. Дополнительный функция деген жерден антирадарды сатып алайық. Чтобы анау адамдарға сатқан кезде соны айту үшін, короче, айтсан соған баға көтеріледі ғой. Nitro 10X бар, сосын не бар. Все, достар, осы көлікті уже қазір сату керек бізге, бурингқа барып. Авторейкте тұрғанымда 30 минут өтіп кетті. И мына жақта Мади Исханов деген балаға қазір сатқалы жатырмын. 742 и 1 миллион 800 мыңға сатқалы жатырмын. Нормально окупқа кірем. Достар, мына уже ойыннан шығып жатырмын. И чё? Так, 8 секунд, 9 секунд. Жоқ, нормально. И, короче, қазір лақтырамыз дейін десем, мынау қайттан авқа болып отыр ғой. Мәна, не болды, достар? Қазір краш беріп жүрмесе болды, мына Мади деген балаға. Давай, енді шығып кетпеш, по-братски шықпаш. Ой, бұған краш беріп жүрді ғой. В общем, мына Camry'дің рыногы азайып кетті ма? Мен әйтеуір сатайын деп отқан кезде адам азайып қалды ғой. В общем, 1 миллион 600 мыңға сатқалы жатырмын. Хотя бы 100 мың плюсқа кірейінші дедімді. В общем, 1 миллион 600 мыңға сатқалы жатырмын. Осыған дейінгі адамдардың барлығы 1/3, 1/2 предлагать еткен болатын. И Кирилл деген балаға, в общем, 1/6-ға сатып жібердім.